Ана жақтан отыра алмаймын. Мына жақтан отырып тұра алмайтын. Мен бүйтіп отыратын. Намазға оқығанда бүйтіп әрең отырып бар отырады. Шаптың ауырғаны үшін 2 жыл ұйықтай алмаған пациентіміз. Яғни Батпақтыдан келді, кеше емдедік, бүгін 2-ші күн. Тәте, қалай болдыңыз? Кеше түнде ұйқыңыз қалай болды? Шүкір, Айбек, жақсы. Ана ұйып, ана толғақ құсап ауыратынмын. Былай жатып ұйықтамайтын. Енді шүкір Аллаға түнде ұйықтадым. Кешелі бері ауырды ма? Ауырған жоқ. Неден кейін пайда болған еді бұл? Бұл негізі суық қой. Мен суықта көп жүрем, сосын ана авария болдым. Содан да қысып қалған шығар деп ойладым. Бірақ енді сізді соңғы осы бір жетте көре сап, аяқ астынан көре сап сізге қарай келдім. Мен негізі қарап отырамын, парақтап, бәрін қарап, жаңа қай несі диагнозыме қарай не қылам. Алдында сіздің видеоңыз болған, ана 2 пациент кепті деп. Сол менің нем екен, как раз менің сидячине, осы менің ауруым екен. Содан кейін ұйықтамай сразу балаларға айттым да, сол ертесінен сіздерге келдім ғой. 2-ақ күнде келдім. Чау. Енді кешелі бері ауырды ма? Ауырған жоқ. Отырып тұрып көрдіңіз, отырып тұра алатын ба едіңіз?